Барлықтарыңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздерді көргеніме қатты қуаныштымын. Бүгінгі видеода біз қыздарға арналған кішігірім кеңестермен бөлісетін боламын. Ең алдымен сіздерге айта кететін, осы видеоны соңына дейін көрсеңіздер деймін. Өйткені өте қызықты болайын деп тұр. Менің өмірімдегі кейбір жағдайлардан бөлісетін боламын. Аралығындағы бұл видеода мен 12 мен 15 жасар арасындағы қыздарға кеңесіммен бөлісетін боламын. Мен өз басымнан өткен кейбір жағдайларда бөлісіп отыратын боламын. Қыздар, ең бірінші кеңесім ол өздеріңді дамыта біліңдер. Кітап оқыңдар, өздерің жақсы көретін іспен айналысыңдар, хоббиларыңды тауып көріңдер, өз хоббиларыңды дамытыңдар деген нәрсе сияқты. Мысалға, мен хоббиім міне сурет салу. Мен сурет салып вдохновение алам. Тыныштықта отырып сурет салсам, мен бүкіл ойлардың бәрі қайтадан жиналып, решениесін табам әр мәселенің. Сол сияқты кітап оқыңдар, если художественный кітап, мотивационный кітап. Мен көбінесе өзім мотивационный кітап оқимын. Содан мен дами берем. Психологиялық кітап оқыңдар. Если кітап оқу қызық болмаса, өздерін жақсы көретін істі табыңдар. Сол іспен айналысыңдар. Және де сабаққа көп көңіл бөліңдер. Қазір сендер оқушысыңдар. Мен өзім, өз басым, мен 9 класста енді ғана сабақты түсініп, сөйтіп оқып жүрмін. Оның алдында вообще сабақ қызық емес еді мағанша. Әсіресе математика маған вообще қызық емес еді. Не істеймін математиканы вообще оқығым да келмейді деген сияқты. Кітап оқуға вообще қызығушылығым болмаған. Вообще саморазвитие жайлы мен түк білмейтін, мен білмеймін. 12 жасында не істегенімді. Әйтеуір мен ютубтан осындай That Girl советтар, сондай нелер көретін, влогтарды, американский влогтарды, российский влогтарды көретін. Содан мен қызығатын. И менің ютубқа деген қызығушылығым содан артып видео түсіру деген қызығушылық. Оқыңдар, 11-ге қалатын болсаңдар, если қазірден бастап оқи беріңдер ұбытуға. Өйткені кітаптан келеді бүкіл нәрсен. Кітапты сол үшін түсініп, артындағы сұрақтар болса, сол артындағы сұрақ арқылы сендер өздеріңді тексеріп, деңгейлеріңді көре аласыңдар. Екінші советім ол өздеріне көп көңіл бөліңдер. Сендерде 24 сағат уақыттарың бар. Сол 24 сағаттың 1 сағатын өздеріне көңіл бөлуге арнаңдар. Өздеріңе арнаңдар сол 1 сағат уақытта. Мен ол 1 сағат уақытта көбінесе таңертең арнаймын өзіме. Азанда тұрған кезде 1 сағат уақытында мен өзіме арнаймын. Өзіңе арнау уақытында сен не істейсің? Сен бетіңмен жұмыс жаса, өзіңе оқудыңмен айналыс, кітап оқы, духовный дамы, медитация жаса, аффирмация жаса, сол сияқты. Өзіне сол 1 сағатында тек өзіңе арна, басқа еш нәрсені ойлама. Тек сен жалғыз өзің болу керексің. Үшіншісі, сен өзіңе сенімді бол. Өзіңе сену. Уверенность ол өзіңе сену. Яғни доверие дейді ғой. Сен өзіңе сенсең, өзіңе сенімді болсаң, сен ешқашан артта қалмайсың, тек алға жылжи бересің. Кейбіреу уверенный болуды былайынан түсінеді, типа высокомерный болу, андай ешкімді жақтырмау, былайынан күлмей жүру деп ше. Наоборот, әрдайым күліп жүру керек, басқаларға көмектесе білу керек. Біреуге күлімдеп жауап берсең, сен вау, мынау қандай күшті қыз, күледі. Чек. Болу. Көбісі солайынан түсінеді уверенностьті. Типа высокомерный болу деген сияқты. Әркіммен бір ұрсу, былай. Біреумен ұрсаң, сен өзіңді күшті сезінесің. Сен уже өзіңді былайынан алып шықтың деген сияқты. Жоқ. Мүлдем. Уверенность ол тек өз-өзіңе сену. Өз-өзіңе сенімді болу. Білем, кейбір қыздар болады. Уверенностьті солайынан түсінеді.
но мен өзім басқаша түсінемін уверенный болуды. Уверенность сыртқы көріністен ол осанка, уходың, сенің қалай киінгенде менің шаруам жоқ, бірақ таза киініп жүру, таза болу, осанканы жөндеу және фигура и күлімдеу. Сол менің өзіме уверенность. Походка енді осанкаң түзу болса, походкаң да күшті болады ғой. 4-ші кеңесім, қыздар, сендерге аффирмация жасап тұрыңдар, визуализация жасап тұрыңдар. Аффирмация дегеніміз не дегенді, аффирмация, визуализация дегеніміз не, оны көбісі түсінбейді. Аффирмация ол мен деп бір сөзді айту. Мысалға, мен әдемімін, мен сұлумын, бүгінгі күнім мен үшін өте күшті болады, мен өзім бақыттымын. Уже бұл қойған нәрсе сияқты да, сол нәрсеше мен әдемімін. Болды, мен әдемімін. Мен бақыттымын. Айнаға қара, көзіңе тіке қара, айт, мен сұлумын, бүгінгі күнім мен үшін сәтті өтеді деген сияқты. Мен өз-өзіме сенімдімін, мен ақылдымын деп. Солай айта берсем болады. Одан кейін визуализация. Визуализация деген ол көзіңе елестету. Көзіңді жұмасың, 3 рет терең тыныс аласың и көз алдыңа елестетесің. Кез келген, мысалға, арманыңды орындалып жатқанын, мысалға, визуализация арқылы орындауға болады. 3 рет терең тыныс алып болғаннан кейін желап уже көз алдына елестетесің сен. Уже арманың орындалып қойған, солай қалай орындалып жатқанын көз алдына. Дұрыс армандай білу керек, ол үшін андай фантастика армандар керек емес. Орындалатын жақын арада, мүмкін 10 жылдан кейін орындалатын армандар болуы мүмкін. Әртүрлі визуализация жасай біліңдер. Әлеуметтік желі. Әлеуметтік желіде көп отырудың қажеті жоқ. Әлеуметтік желінің өзінің пайдасы да бар, зиян жағы да бар. Оны әрқайсысы әртүрлі қабылдайды. Instagram, WhatsApp, Telegram, YouTube, кино көру деген сияқты. Сен қандай кино көресің және де қандай нәрсеге қызығасың, сол сенде қалыптасып кетеді. Комедия жанрында кино көрсең, сен өзіңді бақытты қылып солай қалыптасады да. Если сен тек қана жылай беретін кино көретін болсаң, сен уже еш нәрсеге қызығушылығың жоқ, өзіңмен өзің былай нәрсең түсіп кеткен сияқты болып жүреді. Сол үшін көбінесе күлімдейтін кино көріңіздер, сол кеңесім мен сіздерге. Ата-анамен, достармен отношения. Сен ата-ана сенмен өмір бақи бірге болады, ал достар мәңгілік сенмен бірге болмайды. Ол дәлелденген нәрсе, және де менің өмірімден өткен нәрсе десек те болады. Сен ата-анаң сені ешқашан тастап кетпейді, әрдайым сенмен бірге болады. Сол үшін сен ата-анамен ара қатынасыңды қазірден бастап жөндей бер. Если дұрыс болмаса отношения. Потому что сен әлде болып туылғаннан уже берсенде сен ата-анаң всегда қасында болады, қолдайтын да, жақсы тәрбие беретін де, ол сенің ата-анаң қайткен күнде де. Ал достарға келсек, достар кейде сатып кетеді, кейде вообще сенмен дос болғысы келмеуі мүмкін, өсектейді. Өсек деген нәрсе бар, бізде қазақтарда да бүкіл нәрседе өсек бар. Өсек ол жаман нәрсе. Ешкімді өсектеме, ешкімді жамандама, ешкіммен шаруаң болмасын. Ата-анаң сені сатпай, достарын сатып кетуі мүмкін. Кейбір достар болады, мәңгі бақи сенмен бірге болатын. Но еш нәрсе мәңгілік емес. Но әркімде достық әртүрлі болады. Жаман кругпен, яғни круг общения жақсы болу керек. Круг общениеңді сен өмірге деген талпынысы бар адамдармен, және де сабақты жақсы оқитын адамдармен, и андай Инстаграмда да отырсаң, мысалға, сен уже андай деп қалған бір түрлі жағына кеткен адамдарды емес, тек алға қарай ұмтылатын, болашағы бар адамдармен аралас. Сонымен сен
Мен сіздерге айтатыным, бұл видеоны азғантай минут қыламын ба деп ойлағам, но осылай болып тұр. Ұзақ уақыт болып та 15 минут бойы түсіріп жатырмын. Сол қыздар, сіздерге айтқан кейбір кеңестерім осы. Әркім әртүрлі қабылдайды бұл видеоны. Но менің айтқаным осы. Егер де осы видео сіздерге полезно болса, менің көмегім тисе, сіздерге ең болмаса бір нәрсе, бір кеңесім пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазып, ұнады деген сияқты. Если жаман отзыв алсаңдар да, жаман болды, жақсы болды деп комментарияға жазып кетіңіздер. Ол мен үшін маңызды. Және де қандай видеолар қызық сіздерге, не туралы нәрсе түсірейін, соны комментарияға жазып кетсеңіздер, мен қатты қуанышты болам. Және де подписка жасаңыздар. Бүгін мен осы видео аяқталды. Мен сіздерді жақсы көрем. Келесі кездескенше сау болыңыздар.